Баршаңызға сәлем. 800 грамм тауық қанаттарын жуамыз, тазалаймыз, қағаз майлықпен кептіріп аламыз. Маринад жасауға қажетті заттар: тұз, бұрыш, паприка, қара бұрыш, 2 бас сарымсақ, ұсақтап тураймыз немесе теркадан өткіземіз, кориандр ұнтағы, зімбір ұнтағы, 1 ас қасық соя соусы және 2 ас қасық майонез. Осы дәмдеуіштердің бәрін қосып, тауығымызды жақсылап араластырамыз. Тауығымыз маринадталу үшін 20-30 минут бетін жауып қойып қоямыз. Жиырма 30 минут өткеннен кейін тауығымызды тағы да араластырып, пешімізге саламыз. Пешті 200 градусқа дейін қыздырамыз. Жиырма минут өткеннен кейін мен пешті өшірдім, бірақ тауықтарды пештен шығармай, тағы да 15 минут ұстадым. Тауығымыз әдемі қызыл қоңыр түсте, жұмсақ, дәмді болып пісті. Жасап көріңіздер. Ас болсын.